Мен Балтабай Адамбаев атындағы Тірек орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Қошан Азамат. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум. Саржолдан төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері Бекен Қандет Рахметұлы. Осы мамандықтың қандай қыр-сырларын сіз өзіңіздің ойыңызды бөлісіп кетсеңіз? Біздің мамандықтың қыр-сыры өте көп. Мысалға айта кетейін, біздің маманның қызметкерлері кез келген жағдайда төтенше жағдайын алу мақсатында дер кезінде оқиға орнына шығуға дайын. Төтенше жағдайлардың әртүрлі болады бізде. Өрт қаупі бар, жер сілкінісі дегендей, су тасқын қаупінің алдын алу мақсатында әрдайым бізді сақадай сай қызмет етуге дайын халыққа. Өрт сөндіруші мамандығына түсу үшін оқушылар қандай пәнді таңдауы керек? Ең бастысы оқуға түсу үшін мектеп түлектері алдымен 11 сынып түлектері болу керек. Физика және математика пәнін таңдап, ОБТ тестілеуінен жоғары балл алып, және де оған қосылады дене шынықтыру пәні бар. Дене шынықтыру пәнінен ең жоғары көрсеткіштерді көрсеткен оқушылар іріктеліп, құжаттары жиналғаннан кейін жолдама беріліп, Көкшетау техникалық институтына жолданады. Бұл мамандыққа қандай жағдайлар жасалған? Бұл мамандықтың жағдайы өте көп. Мысалы, оқуға түскеннен кейін Көкшетау қаласындағы азаматтық қорғау академиясы Малик Ғабдуллин атындағы ол жерге түскен оқушылар, немесе білімгерлер 4 жыл оқумен қамтылады. Ол жерде жеңілдіктер қарастырылған. Мысалға айта кетейін, казарменный положениеде 4 жыл оқиды. Ол жерде жаңағы студенттік стипендия дейді ғой, оларда да стипендия қарастырылған. Тағы айта кететін, жұмыспен оқу бітірген сәтте түлектер, курсанттар өздерінің облыстарына жұмыспен қамтылады. Сұрақтарыңызға рахмет, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Біле білген адамға ең қауіпті деген мамандықтардың бірі ол өрт сөндіруші қызметі. Нағыз ер азаматтарға ғана тән жұмыс жүректілік пен батылдықты талап етеді. Сондай-ақ білім мен білек күші де құтқарушылар қатарына қабылдануда маңызды рөл атқарады дейді сала мамандары.